Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жұп-жұмсақ нан жасап көрсетемін, және де ашыған қамырдан жасаған қаттаманың рецебімен бөлісетін боламын. Таза ыдысқа жылы суды, тұзды, дрожжды және де 3 шай қасық май салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илеймін. Осымен қамырымды илеп болдым. Енді бұны жақсылап орап, жылы жерге ашығанша қойып қоятын боламын. Қамырым әдемі болып ашып шықты. Енді бұны бөліктерге бөліп аламын. Менде 3 бөлік шықты. 2-уін нан жасадым, 1-уін алып қалдым. Қазір мен ол артылғанынан қаттама жасайтын боламын. Қамырларды дөңгелектеп, нандарымды жасап алып, 15 минутқа тұндырып қойдым. 15-20 минут тұратын болса, нан әдемі үлпілдек болып шығатын болады. Әрі өте жұмсақ болады. Менде 15 минут өтті. Пешімді алдын ала қыздырып алып, нандарымды ішіне салатын боламын. 250 градуста пісіріп алдым. Менде пеште тез пісетін болғандықтан 5-10 минутта пісіп шықты. Әркімнің өзінің пешіне байланысты, қызғанына байланысты әртүрлі уақытта пісіп шығады. Осы кезде бетіне жай ғана суды жағып шықтым. Беті жылтырап шығу үшін. Осымен менің жұп-жұмсақ әп-әдемі нандарым пісіп шықты. Енді мен қалған 1 бөлік қамырмен қаттама жасайтын боламын. Алдымен қамырымды жақсылап жұқа етіп жайып аламын. Газге құрғақ табан қойып, ішіне құйрық май, іш майларды салып, жақсылап шыжғыртып, күйдіріп аламын. Мен оны қамырдың арасына жағамын. Қатпарлары әдемі болып шығады, әрі дәмі де өте керемет болады. Сізде жасап көріңіз. Осылай әп-әдемі сап-сары түске еніп, майлары шығатын болады. Қатты күйдіріп жібермеңіздер. Дәмі иісі шығып кетуі мүмкін. Дайын болған майымды бірден алып, қамырдың бетіне жаға беремін. Бұның мұздағанын күтудің керегі жоқ, себебі мұздағанда бұл тоңып қалады. Сол үшін тез-тез апарып жағып аламын. Мен арасына осылай көкпияз, укроптарды салдым. Сіз қаламасаңыз, салмасаңыз да болады. Бізге ұнайтын болған үшін біз арасына осылай салдық. Дәмі өте керемет болады. Менде 4 қаттама шықты. 2-уінің ішіне зелен салдым, 2-уіне салмадым. Арасындағы майы құйрық май, іш май болған үшін бұны қатқан күтудің керек жоқ. Холодильникке, магазинге салып, бірден жайып бастай бердім.
Қаттамаларымды жайып бітірдім. Енді табамды қыздырып, ішіне кішкене ғана май құйып, пісіріп алатын боламын. Екі бетінде жақсылап қызартып пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің ашытылған қамырдан дайындалған қаттамаларымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнады деген ойдамын. Каналға тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.